Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Бүгін начинкасында вареная сгущенка қосылған творожный рогалики жасаймыз. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Алдымен творогқа ерітілген сары майды салып, қалауларыңызша қант қосып араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа салып, оны да жақсылап араластырамыз. Азырақ ұн саламыз, разрыхитель саламыз, араластырып, ұнды бөліп, аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа холодильникке саламыз. Жарты сағаттан соң қамырды алып, ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң қант салып, дәл осы түрінде рогалики жасасаңыздар да болады, немесе начинка салсаңыздар болады, варенье немесе вареная сгущенка. Мен вареная сгущенка салдым, бірақ аздан салыңыздар, болмаса пісіріп жатқан уақытта жанынан шығып кетеді екен. Дайын болған рогаликтерді пергамент қағаз салынған табаға орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Сонымен біздің рогаликтеріміз дайын. Бетіне сахарная пудра сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі бір жасағаннан-ақ керемет шықты. Бастысы менің отбасымдағыларға ұнады. Сіздер де менің рецептімен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар.